Жаңа өмірге апарар нақты қадамдар. Джо Диспенза. Айналадағы адамдармен қарым-қатынас, өзара әрекеттестік, энергия мен эмоцияға негізделген. Олар біздің өмірімізде шешуші рөл атқарады. Біз басқа адамдармен ортақ эмоциялық тәжірибелермен бөліскен кезде көрінбейтін, бірақ өте қуатты энергетикалық өрістер арқылы байланыс орнайды. Кейде біз бұрыннан көрмеген адаммен терең эмоционалдық байланысты сезінуіміз мүмкін. Бұл түсінікті нәрсе. Бұл энергетикалық байланыстар қарым-қатынас динамикасын өзгерту үшін бізге саналы энергия мен зейін күшін қолдану қажет. Бұл дегеніміз өз ойларымызға, эмоцияларымызға және әрекеттерімізге мұқият болу, оларды байқау деңгейін көтеру. Біз олардың қарым-қатынасымыз бен әрекетімізге қалай әсер ететінін түсіне бастағанда өз энергиямызды өзгертіп, жаңа мінез-құлық үлгілерін қалыптастырамыз. Алайда өзгерістер бірден болмайтынын, үнемі өзіңмен жұмыс істеуді талап ететінін ұмытпау керек. Бұл өзін тану мен өзін дамыту жолы, ол сабырды, ерік-жігерді және үздіксіз тұлғалық өсуге ұмтылысты қажет етеді. Энергияны өзгерту өмірді трансформациялаудың кілті. Осы процестегі өз көзқарасымен бөлісуге рұқсат етіңіз. Бұл менің жеке тәжірибеме негізделген. Мен сізге қалаған болмыс күйін қалай қалыптастыруға болатынын және соның оң табысты ережесін айтып берейін. Егер сізге мотивация керек болса, бірінші ережеден бастайық. Мақсаттарыңызға зейін қойыңыз. Қазіргі тез өзгеретін дүниеде бізде көбіне барлық тапсырмаларды аяқтауға уақыт жетпей жатады. Кешке күн аяқталған соң, көбімізде әлі бірдеңе істелмей қалғандай сезім қалады. Бұл үнемі асығыс болумен, көп нәрсеге бір уақытта үлгеруге тырысудан туған ішкі жүктемені күшейтеді. Біз энергия мен назарымызды қайда бағыттасақ, соған күш жұмсалады. Егер біз зейінімізді нақты бір бағытқа шоғырландырмасақ, энергиямыз шашырап кетеді. Ал бұл алға ілгерілеуді қиындатады. Сол себепті сыртқы алаңдататын факторлардан ажырап, тек мақсаттарымызға назар аударғанда, біз дәл қазіргі сәтте өмір сүреміз. Ал дәл сол сәтте бізде өз мақсаттарымызға жетуге мол энергия пайда болады. Ойлар мен эмоциялар табысқа жетуде аса маңызды рөл атқарады. Егер біз мақсаттарымызға толықтай зейін қойып, барлық энергиямызды соған бағыттай алсақ, кез келген кедергіден өтіп, алға сеніммен қадам баса аламыз. Ендеше неге көп адамның арманы орындалмайды? Себебі олардың энергиясы шашырап кетеді. Түсіндірейін, егер біз өзіміз елестеткен болашақ тәжірибеге тұрақты түрде назар аударсақ, біздің денеміз санамыздың артынан ереді. Себебі біздің зейін мен энергия дәл сол жерде. Қайда санамыз болса, сол жақта. Ал адамдар мұны жеткілікті деңгейде істей ме? Өмірде жаңа мүмкіндіктер жасау арқылы біз өзімізді таныс шектеулермен шектемей, әлде қайда үлкен жетістіктерге жете аламыз. Менің тәжірибемде көптеген мысалдар бар. Адамдар байлыққа қол жеткізуге шоғырланып, үнемі әрекет ету арқылы кез келген қиындықты еңсерді. Кейбіреулер аз ғана табыспен бастады. Бірақ мақсаткерлік пен табандылығының арқасында бүгінде миллиондаған табыс әкелетін компанияларды басқарып отыр. Ең қызығы, олар жетістікке жеткенімен тоқтап қалмады. Олар өздері үшін де, әлем үшін де жаңа мүмкіндіктер жасауға ұмтылады. Себебі олар енді одан да көп нәрсе жасай алатынын түсінеді. Ең қызығы, олар жетістікке жеткенімен тоқтап қалмады. Олар өздері үшін де, әлем үшін де жаңа мүмкіндіктер жасауға ұмтылады. Себебі олар енді одан да көп нәрсе жасай алатынын түсінеді. Бірақ неге кейбір адамдар молшылыққа жеткеннен кейін өсуге деген ұмтылысын тоқтатады? Молшылық дегеніміз
сізде қажеттіліктен де артық нәрсе бар. Бірақ соған қарамастан көп адам тоқтап қалады. Ал кім нағыз шығармашылықтың сырын түсінсе, сол үшін бұл жаңа деңгейге жетелейтін мотивацияға айналады. Олар барда тоқтап қалмайды, олар әрі қарай өзгеріске ұмтылады. Еңбекпен байлыққа жеткен адамдардың көбі қоғамға қайтарым жасағысы келеді. Бұл айналаға қамқорлық жасау және басқа адамдардың өміріне оң әсер етуді қалайтын терең ішкі түсініктен туындайды. Біз бір-бірімізді сауықтыратын қоғамбыз. Біз бір-бірімізге ақпарат береміз, қолдаймыз, шабыттандырамыз. Біз бір-бірімізге жарық боламыз. Біреуден асып түсу үшін емес, керісінше, әр адамда осындай жарық бар екенін көрсету үшін. Екінші ереже, барлық күш-жігеріңді сал. Біз оянып, Құдаймен байланысты сезінген сәтте көпшілігіміз сол тәжірибені қайталауға тырысамыз. Бірақ ол шықпай жатады, себебі әр тәжірибе қайталанбас, бірегей. Біз материяны басқаруға тырысқанда, бақылауға ұмтылған сайын ол бізді бөлініске және қиындықтарға әкеледі. Сондықтан, егер біз әлде қайда үлкен бір нәрсені қаласақ, бұрынғы ойлау мен әрекет ету тәсілдерін босатуымыз керек. Бұл еркіндік пен толық берілуді талап ететін тәжірибе. Эмоциялық реакцияларымызда бұл процесте маңызды рөл атқарады. Егер біз болашақтың энергиясымен байланыссақ, өмірге деген шабыт пен құштарлықты сезінеміз. Бірақ өткенге қайта байланыссақ, болашақ мүмкіндіктермен байланыс үзіледі. Сенім де маңызды рөл атқарады. Өйткені біздің сенімдеріміз өткен тәжірибелер негізінде қалыптасады. Өзіңіз туралы және өміріңіз туралы сенімдер мен қабылдауларыңызды өзгерту үшін бұл процеске толықтай беріліп, күш салу керек. Үшінші ереже, жаңа байланыстар жаса. Сенің миың өмір бойы көрген білгенің мен тәжірибеңнің көрінісі. Ол өткеннің жазбасы, өмір тәжірибесінің артефактісі. Егер күн сайын бір әрекетті, бір ойды қайталай берсең, миың бұрынғы күйінде қала береді. Миды өзгерткіңіз келсе, жаңа нейрондық байланыстар қалыптастыруыңыз қажет. Нейроғылымда мынадай қағида бар. Бірге белсенді болған жүйке жасушалары байланысады. Егер біз үнемі бірдей ойларды ойласақ, бірдей шешім қабылдап, бірдей әрекет жасап, сол бір оқиғаларды қайталай берсек, онда сол бір жүйелерді күшейтіп, бірдей үлгілерді қалыптастырамыз. Бұл бізге бірдей эмоцияларды қайта сезіндіреді. Біз бір нейрондық байланыстарды қайта белсендірсек, олар тұрақты болып қалыптасады. Сіздің денеңіз белгілі бір әрекетті ақылдан бұрын істей білетін деңгейге жеткен сәт. Өйткені сіз бұл әрекетті тым көп қайталадыңыз. Осылайша көп адамдардың 95% әрекеті, қарым-қатынасы, ойы, сенімі, эмоциялық реакциясы бейсаналық бағдарламадан тұрады. Бірақ біз жаңа нәрсе үйренгенде мида жаңа нейрондық байланыстар түзіледі. Бұл қоршаған ортамен әрекет арқылы жаңа синаптикалық байланыстарды қалыптастыру, яғни үйрену процесі. Алайда, егер біз бұл ақпаратты қайталамасақ, немесе есімізге түсіре алмасақ, бұл байланыстар жойылады. Мен ерекше атап өткім келетін 4-ші ереже жүректі ашудың маңыздылығы. Сіздің ағзаңыз бактериялармен үнемі күресіп отырады, ал бұл жерде жүрек маңызды рөл атқарады. Зерттеулер көрсеткендей, осы тәжірибені бастағаннан кейін 4 күннің ішінде сіздің ағзаңыз бактерия мен вирустардан қорғайтын негізгі элемент иммуноглобулин шығара бастайды. Бұл тұмауға қарсы екпеден де табиғи әрі тиімді әдіс. Сіздің ағзаңыз өзі үшін вакцинаға айналады. Жүректі ашу ішкі күйіңізді қайта бағыттайды. Сонда сыртқы факторлар сіздің ішкі әлеміңізді басқара алмай қалады. Сіз өзіңіздің манифестіңізді жүзеге асырып, жағымды энергияларды тартып, айналаңызға әсер ете бастайсыз. Біздің зерттеулеріміз көрсеткендей, сіздің энергетикалық өрісіңіз кеңейіп,
көбірек жарық пен ақпарат шығара бастайды. Бұл жасушалардың жаңаруына және олардың арасындағы ақпарат алмасуға ықпал етеді. Иммуноглобулин деңгейінің 50% артуы сіздің иммундық жүйеңіз жаңа белгі алғанын білдіреді. Бұл азот оксидін белсендіреді, ал ол жүрек артерияларын кеңейтеді. Жүрегіңізді күшті физикалық жаттығудағыдай қуатпен толтырады. Бірақ бұл ішкі әлеміміздің тек бір жағы ғана. Біз басқа адамдармен кездескенде энергетикалық өзара әрекеттестік қарым-қатынаста маңызды рөл атқарады. Энергия конструктивті бағытта үйлессе, бұл бізге шабыт беріп, рухтандырады. Бірақ диссонанс, үйлеспеушілік, деструктивті әсерге ұласып, бірдеңеден айырылып қалғандай сезім тудырады. 5-ші ереже: ішкі және сыртқы әлемде оң өзгерістерді тарту үшін үйлесімділік пен келісімділікті тәжірибе ретінде қолдану маңызды. Бұл сіздің ішіңізде де, айналаңызда да орын алады. Елестетіңізші, 1500 адам бір жерде жиналып, олардың энергиялары сондай үйлесімділікпен тоғысады. Бұл толқын тек кеңістікті қуатты оң энергиямен толтырып қана қоймай, жаңа, беген мүмкіндіктерге жол ашады. Өйткені біздің ішкі күйіміз бен шығаратын энергетикалық импульсіміз сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуімізге тікелей әсер етеді. 6-шы ереже: болашаққа шабыттандыратын айқын көрініс жасау өте маңызды. Егер бізде қазіргі жағдайымыздан асып түсетін анық бейне болмаса, онда біз өткеннің сценарийлерінде қалып қоюымыз мүмкін. Бұл өмірді алдын ала болжанды әрі қызықсыз етеді. Бірақ егер біз сол көрініске құштар болсақ, өмірімізді де, айналамызды да өзгертуге қабілетті боламыз. Жаңа идеялар мен ақпараттар бізді жаңа таңдаулар жасауға итермелеуі керек. Бұл таңдаулар жаңа әрекеттерге алып келеді, ал жаңа әрекеттер жаңа тәжірибемен дамуға мүмкіндік ашады. Бұл үздіксіз эволюция процесі бізге өзгеруге, жаңа қиындықтарға бейімделуге, өмірімізді байытып, жаңа көкжиектерді ашуға көмектеседі. 7-ші ереже: өз ойларыңа мұқият болу керектігін еске салады. Егер бізде ауыр жарақат алған тәжірибе болса, болашақты ойлағанда осы жағдайдың қайталануынан қорқатын боламыз. Бұл қорқыныш эмоциялар тудырып, біздің ағзамызды үздіксіз алаң күйіне түсіреді. Алаңдау күйі ағзаның энергиясын сарқып жібереді. Иммундық жүйе мұндай үнемі стресс жағдайында әлсірейді, өйткені барлық ресурстар сыртқы қауіп-қатермен күресуге жұмсалады. Осылайша иммундық жүйе вирустар мен бактериялардан қорғай алмайтындай күйге түседі. Нәтижесінде біз ауруларға әлде қайда осал бола бастаймыз. Сол себепті ойлар мен эмоцияларды басқаруды үйрену өте маңызды. Олар өмірімізді билеп алмауы тиіс. Айқын көзқарас қалыптастыру және өз ойларыңды басқару қабілеті бізге дамуға, өзіміздің ең үздік нұсқамызға айналуға көмектеседі. 8-ші ереже: өзіңе сену. Бұл табыс пен дамуда шешуші рөл атқаратын қасиет. Егер біз өз күшімізге және қабілетімізге толық сенсек, онда біз барлығы мүмкін екенін өз мысалымызбен дәлелдей аламыз. Өз-өзіне сенім ішкі күш пен мотивацияның қайнар көзі. Бұл бізге кедергілерден өтуге мүмкіндік береді. Сенім тек қиындықтарды жеңуге көмектесіп қана қоймайды, жаңа мүмкіндіктерді тартуға және биік нәтижелерге қол жеткізуге де жағдай жасайды. Сеніммен жасалған әр қадам бізді мақсатымызға жақындатады және ішкі потенциалымызды ашады. 9-шы ереже: өмірімізге үстемдік етіп жүрген қайталанатын эмоциялар мен сезімдердің циклін үзу. Біз бастан кешіретін эмоциялар мен сезімдер өткен тәжірибелеріміздің нәтижесі. Әр сәтте біз сол өткен оқиғаны есімізге түсіргенде, денеміз бен миымыз белгілі бір эмоцияларды тудыратын химиялық реакцияларға түседі. Бұл эмоциялар өз кезегінде ойларымыз бен әрекеттерімізге әсер етеді және мінез-құлық циклін қалыптастырады.
Егер біз үнемі эмоциялар мен сезімдердің билігінде болсақ, бұл біз әлі де өткенмен өмір сүріп жатырмыз деген сөз. Бұл циклдан шығуды үйрену маңызды. Өткенде қалып қоймай даму мен өсуге ұмтылу қажет. Эмоцияларымызды тану арқылы және олардың үстемдігінен босану арқылы біз өзімізге жаңа мүмкіндіктер ашып, өткеннің шеңберінен еркіндік таба аламыз. Есіңізде болсын, біздің ойларымыз тәжірибемізді өзгертуге қабілетті күш. Өткен жаралар мен көңіл қалушылықтарды еңсеру арқылы біз сол циклды бұзып, өзімізге және мүмкіндіктерімізге деген сенімге негізделген жаңа шындықты қалыптастыра аламыз. 10-шы ереже: өзімізге деген ақтаулар мен сылтауларды доғару қажеттігін түсіну. Біз көбіне өз оқиғаларымыз бен тәжірибелерімізді бұрмалап, олардың жағымсыз жақтарын күшейтеміз. Бұл өзіміз туралы сенімдерге сай болу үшін жасалады. Осы арқылы біз өзгеруге қабілетсіз біз деген цикл қалыптастырамыз. Мұның бәрі көбіне эмоциялық реакцияларға байланысты. Біз кейбір эмоцияларға үйреніп қаламыз және оларды өз болмысымыздың бір бөлігі ретінде қабылдай бастаймыз. Бұл өмірімізде қарама-қайшылықтар мен бөлінулерге әкеледі. Алайда осы қарама-қайшылықтарды біріктірудің кілті жүректе. Бұл бірігу мен тұтастық орны. Жүректі ашуға және эгоизмнен бас тартуға бағытталған тәжірибе арқылы біз өз өмірімізді өзгертуді бастап, бізді өткенмен байланыстыратын әдеттерден арылуымыз мүмкін. Әдеттер қайталанатын ойлардан, әрекеттерден және эмоциялардан қалыптасады. Және бірте-бірте автоматты, бейсаналық деңгейге өтеді. Олар бізді өткенге байлап, таңдау еркіндігі мен шығармашылық қабілетімізден айырады. Алайда, әдеттерден бас тартып, таңдау еркіндігіне бет бұрған сәтте, біз өзіміз үшін жаңа, бұрын-соңды, белгісіз мүмкіндіктерге толы әлемді ашамыз. Осы жерде біз ескі сенімдерді бұзып, өзімізге жаңа шындықты қалыптастыра аламыз. Біз мінез құлқымызды өзгертіп, жағымсыз әдеттерден арылуды шешкен сәтте, дене мен сана бұл өзгерістерге қарсылық таныта бастайды. Алғашқыда бұл шешім оңай әрі шабыттандырарлық болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе ескі әдеттер мен эмоциялық реакциялар қайта оралуы ықтимал. Біздің денеміз бен санамыз бұрынғы эмоциялық жағдайларға үйреніп болғандықтан, біз байқаусызда бұрынғыдай ойлап, сол ескі әдеттерге қайта ораламыз. Бұл эмоциялар қозғалатын энергия болғандықтан, яғни бір әрекетті немесе ойды қайталағанда, сол эмоцияларды тудыратын нейрондық байланыстар, химиялық процестер қайта іске қосылады. Егер біз бұл әдеттер мен реакцияларды бейсаналық түрде қабылдай берсек, олар жүйке жүйемізді белгілі бір эмоциялық жағдайға баптап, соны қайта-қайта қайталай береді. Бірақ бұл процесті түсініп, оған саналы түрде араласып, әдеттерімізді өзгертуге күш салсақ, біз баяу болса да ескі ойлау мен әрекет ету модельдерін бұзып, жаңасын қалыптастыра аламыз. Бұл көп күш пен сабырды талап етеді. Бірақ нәтижесінде біз өзімізге әлде қайда дені сау, бақытты өмір сыйлай аламыз. Кейде өмірімізде бізге кедергі келтіретін, жағымсыз эмоциялар тудыратын адамдар пайда болады. Олар біздің ішкі әлеміміз туралы бір нәрсені еске салу үшін келген секілді сезіледі. Мен бұған дейін неге бұлай болатынын түсінбей жүрдім, бірақ бұл құбылысты терең зерттеген соң, мен мынаны түсіндім. Біздің эмоцияларымыз бен ойларымыз белгілі бір энергияны тудырады, ал сол энергия өзіне ұқсас энергияларды тартады. Сондықтан біз жиі өзіміздің ішкі күйімізге сәйкес келетін адамдар мен жағдайларды тартамыз. Мысалы, егер мен ішімде реніш немесе өшпенділік сезінсем, онда мен ашуландыратын адамдар немесе ескі реніштерді қайта еске салатын жағдайлар пайда бола береді. Бұл жұмыс орнындағы тітіркендіретін әріптес немесе бұрынғы қарым-қатынастар болуы мүмкін.
Бірақ мен өз энергиямды өзгертіп, бұрынғыдай реакция бермей бастаған сәттен бастап, бәрі өзгере бастады. Бірте-бірте бұл адамдар, жағдайлар менің өмірімнен кетіп қалды, өйткені олар менің жаңа ішкі күйлеріммен сәйкес келмеді. Энергияны өзгерту процесі бұл терең және күрделі өзін өзі тану жолы. Енді оны мысал арқылы қарастырып көрейік. Көптеген адамдар болашақта өмірін өзгерткісі келеді. Жақсы өмірді армандайды, бірақ болашақты құруға көңіл бөлудің орнына өз энергиясын үнемі шағым айтуға, өзін құрбан етуге және зардап шегуге жұмсайды. Бұл ішкі қақтығыс тудырып, бізге алға жылжуға кедергі келтіреді. Өміріміздің шын мәнінде өзгеруін қаласақ, энергиямыздың бағытын өзгертуге және шынымен маңызды нәрселерге назар аударуға дайын болуымыз керек. Бұл терең саналылықты және өз-өзіңмен үнемі жұмыс істеуді талап етеді. Бірақ сеніңіз, бұл еңбектің нәтижесі барлық күш-жігерді ақтайды. Ішкі процестерімізді, ойларымызды, сөздерімізді, әрекеттерімізді және эмоцияларымызды саналы түрде байқай бастаған сәттен бастап, біз өзін өзі тану мен ішкі өзгеріс жолына түсеміз. Осы автоматты бағдарламадан шыққан алғашқы қадам өзгерістің кілтіне айналады. Айталық, сіз у-шулы әлемнен үзіліс алып, дәл қазіргі сәтке шын мәнінде еніп кетуді шештіңіз. Бұл қазіргі технологиялар мен әлеуметтік желілер маңызды рөл атқаратын заманда нағыз сынақ болуы мүмкін. Бірақ сіз тыныштық пен жалғыздықтың құндылығын шынайы сезінуді таңдаған кезде, қазіргі сәтпен болудың нағыз байлық екенін түсінесіз. Бұл жолды енді ғана бастағандар жиі ыңғайсыздық сезінеді. Олар өздеріне күмәнданып, бірдеңені дұрыс істемей жатқандай күй кешуі мүмкін. Бірақ мынаны түсіну маңызды. Сіз өз денеңіз бен санаңыздың түрлі тітіркенгіштерге қалай жауап беретінін байқай бастаған кезде, сіз бұрынғы әдеттерден де күшті ерік-жігерді оята бастайсыз. Біз тек өз шындығымызды жасап қана қоймай, сонымен қатар қиындықтарды еңсеріп, дамудың жаңа деңгейіне көтеріле алатынымызды түсіну алдыңыздан үлкен мүмкіндіктерді ашады. Бұл видеоны достарыңызға және жақындарыңызға жіберіңіз, оларға пайдалы болуы немесе шабыт беруі мүмкін. Біз бірге бір-бірімізді шабыттандыратын, өзіміздің ең жақсы нұсқамызға қарай жол сала аламыз. Нұрлы Voice арнасына жазылып, өміріңізді өзгерте алатын шабыт пен білімге толы видеоларды жіберіп алмаңыз.